Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қызылшаның денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін айтатын боламын. Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті ал қызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынның қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішуге денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында азот алмасуын жылдамдататын, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы, зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық, әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады.